Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен өте ерекше салатпен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге бауыр керек. Бұл жерде маңызды емес қандай бауыр болғаны. Самый главный таза жақсы бауыр болса болғаны. Бауырды аламыз да жақсылап жуып аламыз. Толық бауырдағы бүкіл пленканы алып, шандырларды пышақпен кесіп алып тастаймыз. Толық тазалап болғаннан кейін қайнап тұрған судың үстіне бауырларымызды салып, жақсылап 10 минуттай пісіреміз. Осылай қайнағаннан кейін көбігін жақсылап алып тастайсыздар да 10 минуттан артық пісіп кетпеуі керек, қадағалайсыздар. Піскен бауырымызды жақсылап мұздай суда жуып аламыз да видеодағындай 3 бұрыштап барлығын турап аламыз. Қыздар, бауырды қайнатқан кезде өте мұқият болыңыздар. Ұзақ қайнап қалса, бауырларыңыз қатып қалады. Сол себепті 10 минуттан артық қайнатпаймыз. Бауырымызды толық турап алғаннан кейін, бауырды маринадтаймыз. Оның үстіне уксус салып, толық араластырып аламыз да қойып қоямыз. Және де пиязымызды алып, ұзынша етіп, жұқалап турап аламыз. Және де газымызға шиті майды қойып, қызып тұрған майдың үстіне паприка, қызылбұрыш, кориандр салып бір бұқтырып аламыз. Маринадталған бауырымыздың үстіне пиязымызды саламыз. Және де оның үстіне кристаллик, чеснок, тұзымызды және де үстіне соя тұздығын қоямыз. Жаңағы дайын болған ыстық соусты бауырымыздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Өте дәмді ерекше салат. Жақындарыңызға дайындап беріңіз, және де денсаулыққа өте пайдалы, гемоглобинді өте жақсы көтереді. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар, таныстарыңызға бөлісе отырыңыздар.